Өте дәмді әрі өте нәзік, ауызда еритін сүт тығыз тортын дайындайтын боламыз. Бір банка сгущенка, 2 жұмыртқаны салып, миксерлейміз. 80 грамм сары майды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. 1 чай қасық ванилин тәттісі, 10 грамм қопсытқыш, 180 грамм ұн салып, жақсылап араластырып, масса біріккенше миксерлейміз. Осындай қою масса шығады, оны тегекке бөліп аламыз. Массамыздың біреуін пергамент қағаз төселген табаға осылай тегістеп жақсылап жаймалап шығамыз. 180 градус пеште пісіріп аламыз. Дайын корждарымызды осылай тең төртке бөліп аламыз. Креміне 600 грамм клегей, 100 грамм қант лупасын қосып, қоюланғанша миксерлейміз. Дайын креммен тортымызды жинап шығамыз. Қалған креммен жан-жағын осылай тегістеп сылап шығыңыз. Сыртын қалауыңыз бойынша әрлеуге болады, мен кокос ұнтағын септім. Дайын болған тортты міндетті түрде кремі сіңу үшін тоңазытқышқа 6 сағат қою керек. Одан көп тұрса тіпті жақсы болады. Сіздермен болған марияж торт өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір жазып, каналға жазылыңыз.